Сәлем достар, сіздермен бірге айым каналыма қош келдіңіз. Бүгін біз құймақтардан торт дайындаймыз. Өте дәмді және жұмсақ. Міндетті түрде лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Сонда арнамда жаңа рецептерді қалдырмайсыздар. Ол үшін біз 350 грамм ұнға 3 ас қасық какаоны салып, кішкене тұз, жарты шай қасық ас содасын салып, 2 ас қасық қантымызды салып, араластырамыз. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды жарамыз. Сонда бізде түйіршіктер болмайды. Үстіне тағы да кішкене сүт құйып, тағы да араластырамыз. Соңында ыстық суымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Алпыс граммдай сұйық май қосамыз. Міне біздің массамыз дайын болды. Енді табамызды қыздырып, барлық құймақтарымызды пісіріп шығамыз. Құймақтарымыз дайын. Енді крем жасаймыз. Крем дайындау үшін бізге 400 граммдай 33% кілегей қажет болады. Оның үстіне 150 граммдай қойылтылған сүтімізді қосып, барлығын миксермен араластырамыз. Енді тортымызды жинаймыз. Кремімізді құймақтарымызға жағамыз. Әсіресе жан жақтарына жақсылап жағамыз. Енді сәндеу өзіңіздің еркіңіз, өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Міне біздің тортымыз дайын болды. Өте тез дайындалады. Тоңазытқышымызға 2-3 сағатқа қоямыз. Уақыт өткеннен соң тортымызды кесеміз. Өте жұмсақ, жақсы сіңген, дәмді. Дайындауға кеңес беремін. Егер де сізге рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, қолдауды ұмытпаймыз. Арнада болған айым, сіздерге көп рахмет. Ас болсын.